Сәлем, менің осы видеомды мұқият қарасаңыз, сіз осындай керемет мінсіз бисквитті жасауды үйренетін боласыз. Бұл бисквитті кез келген тортқа пайдалансаңыз болады. Ең алдымен біз құрғақ ыдыстарға міндетті түрде құрғақ болу керек, жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Айта кететін жайт, жұмыртқа комнатный температурада болу керек, және де жұмыртқаның ағына ешқандай сарысы түсіп кетпеу керек. Жұмыртқаның ағына кішкене тұз себелеп жібереміз де жақсылап миксерлейміз. Осылай аппақ көпіршік болған кезде шекердің жарты бөлігін саламыз да, ал қалған кішкене бөлігін сарысына саламыз. Осы жұмыртқаның ағына шекер ерігенше, осылай қатты пена болғанша, өз формасын ұстайтын пена болғанша миксерлейтін боламыз. Одан кейін жұмыртқаның сарысын да миксерлеп аламыз. Оны да шекер ерігенше миксерлесеңіздер, осындай сап-сары әдемі түске енетін болады. Енді екі массаны араластырамыз. Араластырған кезде қыздар ешқандай миксердің қажеті жоқ. Қолмен, лопатамен осылай жай араластырасыздар. Негізі бисквит жасаған кезде ешқандай қасықпен араластырудың қажеті жоқ. Өйткені қасық ісіп тұрған тестаңызды басып тастайды қыздар. Лопатамен, барынша силиконовый лопатамен араластырыңыздар. Енді құрғақ ингредиенттерді салатын боламыз. Барлық ингредиенттердің мөлшерін мен описанияға міндетті түрде қалдырамын. Және де құрғақ ингредиенттерді салған кезде барлығын бірден емес, аз-аздан сала отырып, төменнен жоғарыға қарай араластыра отырып, осындай тесто дайындап аламыз қыздар. Пісірген кезде бұны мен 22 сантиметрлік кольцода пісірдім. Сіздер 20 де пісірсеңіздер болады. Ол кезде бұдан да іскен әдемі бисквит шығады қыздар. Кішкене лопатамен үстін торлап жібереміз де, кішкене сілкіп жібереміз, ауалары шығып кету үшін. Міндетті түрде печкаларыңыз 170 градуста қызып тұрған болу керек. Және де соны 45 минутта пісіріп аласыздар. Бастапқы 20 минут ешқандай да печканың аузын ашпайсыздар. Сонда осындай керемет бисквит шығады. Бұл бисквитпен кез келген торт жасай берсеңіздер болады. Қыздар, видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп алыңыздар, өйткені өте керемет рецепттер көп болады.